Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Асқарбек Дәулелі. Мен 5-М сынып оқушысымын. Ғылыми жоба тақырыбы ауыз екі сөйлеу тіліне орыс тілінің әсері. Зерттеудің мақсаты ауыз екі сөйлеу тілінде қазақ тілінің сауаттылығы мен тіл мәдениетіне орыс тіліндегі сөздердің ықпалын анықтау. Зерттеудің міндеттері: тақырып бойынша ғылыми әдебиеттермен танысу, 2-1 сынып оқушылары арасында сауалнама жүргізу және тағы басқалар. Зерттеудің өзектілігі: қазіргі таңда сөздердің қадіріне жету, қазақ тілінің тазалығын сақтау мәселе болып тұр. Бүгінгі халықтың ең үлкен байлығы тілі, тіл қатынас құралы, ал сөйлеу тілі адамдардың күнделікті бір-бірімен қарым-қатынасқа түсетін құралы. Сөйлеу тілінің ерекшелігі: адамдар ойын еркін жеткізеді, дайындалмай-ақ айта салады ойларын. Бірақ қазіргі таңда сөздің қадіріне жету, қазақ тілінің тазалығын сақтау мәселе болып тұр. Бүгінгі жаһандану кезінде сөйлеу тілін сәнге айналдырып, орыс тіліндегі сөздерді кеңінен қолданып жүр. Бірақ бұл дамуға емес, тіліміздің керісінше құлдырауына әкеледі. Неге мен бұл тақырыпты таңдадым? Өйткені бір күні біз құрбым екеуміз асханаға бардық. Сол кезде мен сұрадым: сізде каша бар ма? Маған айтты: қандай каша? Мен манная каша дедім. Сол кезде маған құрбым айтты: сен не үшін кашаны каша дейсің? Оның қазақша аудармасы бар ғой. Сол кезде мен шынымен де қатты намыстанып, ұялып кеттім. Шынымен де қазақ тілінің аудармасы болса, біз не үшін оны орысша айтамыз? Неге орысша сөздерді қолданбай, қазақ тілінде таза сөйлейміз? Мұның себебі ауыз екі сөйлеу тілінде тіл мәдениеті, сөйлеу мәдениеті өте төмен. Ендеше сөйлеу мәдениетіне әсер ететін факторларды анықтап көрейік. Бірінші, қоғамдық ортаның әсері. Екінші, көркем әдебиет оқымайды. Қазір жастар, үлкендер, тіпті балалар да кітап оқымайды. Үшінші, сөйлеу дағдылар жоқтығы, сөздік қордың аздығы. Төртінші, ғаламтор. Мен адамдардың ішінде сауалнама жүргіздім. Олардың 15-25 жастары 90% орысша сөздерді қолданады. 30-60 жас іштерінде 70% орысша сөздерді қолданады. Ал туысқандарды 100% сөздерді орысша қолданады. Мысалы, каша, вилка, юбка, олардың бәрі қазақша аудармасын білсе де, оны орысша аудармасын қолданады. Тағы да мысал келтірсем, привет, қалайсың? Привет, жақсы, өзің қалайсың? Нормально. Жеміс-жидектер, көкөніс атаулары: огурцы, помидор, капуста, кейбір түстер оранжевый, фиолетовый, киім-кешек атаулары: куртка, шапка, рубашка, оқу құралдары: ручка, пенал, сумка, апта күндері: понедельник, вторник, ай атауларын да біз солай орысша қолданамыз. Тұрмыстық заттар: холодильник, пылесос, вилка. И және ито оның өзі, біз оның көбінесе орысша қолданамыз, бірақ бұл аудармасы. Агуша өнімі жарнамалау барысындағы сөздерге тоқталсақ: Апашка пришла, рисовую кашку принесла, чтобы күшті бала. Немесе Апашку слушайте, Агушу кушайте. Бұл жерде, бұл жарнамада екі тілді бірге қойыстырылған. Бірақ бұл қазақ тілін шұбарлау, ол тілге деген құрметтілігі жоқ. Біз орта буын, кіші буын және үлкен сынып оқушылардан сауалнама алдық. Олардың ішінде бастауыш буында шанышқы сөзін ешкім білмейді. 6-ге сыныпта шанышқы сөзін ешкім білмейді, ал үлкен сынып оқушыларда шанышқы сөзін тек қана 53%-ын біледі, аудармасын біледі, бірақ оны орысша аудармасын қолданады. Неге біз осы сөздерді орысша аудармасын қолданамыз? Оның қазақша аудармасы бар ғой, ал егер біз қазақ тілін тазалығын сақтап қалғымыз келсе, бізге сіздің сондай ұсынысыңыз бар.
Біріншіден, еріктілерден тұратын қазақ тілді ортақ тобын құру. Екіншіден, қазақ пен қазақша сөйлессін деген елбасының сөзін талапқа айналдыру керек. Талап бар жерде нәтиже болады. Үшіншіден, мемлекеттік тілді дамытуға арналған тіл жанашыры атты ұйым ашу. Төртіншіден, оқуға құштар мектеп жобасы аясында мемлекеттік тіл қазақ тілінде көркем әдебиет оқуға бағытталған байқауларды жиі және жүйелі түрде ұйымдастыру.